Сосын бүгін форсунканы бірінші рет жуып тұрмын мен. Негізі бұл машинаның. Бұрын жумай, бұл ондай проблема болмайтын еді, форсункамен ауыратын. Что-то бір форсунка істемей қалды. Сол жаңа жұлып алып, в общем, фордовский форсунканың несі штекері квадратный болады осындай. Mazda MPV-дің өзінікі бұндай болмайды, басқаша болады, дөңгелек болады. В общем, менде свитча провод моторкрафт. Оригинал ғой. В общем, кешегіде жаңа іркейт анау мынау деген ол жаңа осы мына свитчный провод пен свитчаның ортасындағы уплотнение мынау басы кеңіп кетсе, жаңағыдай жұмсарып кетеді, жарылып кетеді. Содан мынадан искра жіберіп қояды. Содан машина іркейт. 10 жерден новый жаңағы свитча салғанмен, в общем, істемейді дұрыс машина деген. Короче, свитча мына НЖК деген свитча екен. Короче, баяда осыны алып, осымен жүрдім. Бір 50 000 пробегте жүріп тастады бұл. Пока әлі игласы бәрі нормально, бірақ алмастырайын тұрмын, басқа свитча салайын тұрмын. Короче, мен деген мынандай қылып жасаймын. Сразу ол новый болсын, свитчный провод новый салсам да, свитча новый салам мен сразу ше. Мысалға, мынандай қылып сразу істеп тастаймын. Бұл деген мынандай термосатка. Не размері 13-ке дейді да. Осының басына кигізем. Міне мынаның басына былай кигізем да. Керегімше кесіп алам да, фенмен, зажигалкамен сразу қабаттап, 2 қабат істеймін. Сосын сразу майлеймін да салам. Болды, содан кейін ұмытам мен свитчаны. До конца жүріп береді ғой. И не да пробивать етпейді вообще. Обычно мынаның өзіне салғанмен да оригиналдардың өзі де ұстамай қалады кейде. Көрдің ба, мынандай болып кеңіп кетеді. И мынадан искра жіберіп қояды бұлай. В общем, мына екі ортадан искра шықпау керек қой. Үш объемдарға да осылай істеп жүруге болады. Үш объемдарға бір қабаттына істеп жүрсе, и онда басы көрдің ба, резинка ғой. И ана шақты да қызады ғой машина. Сол кезде мынау деген жұмсарып кетеді и искра жіберіп қояды. В общем, свитчаның жағдайы осы. Так, форсунка. Форсунканы былай жудым. Мына ішіне дейін тап-таза міне. Мына сеткісін ала алмадым, қатып жатыр ғой. Одноразовый ма, что-то не знаю дейсің ғой. Мынандай ол тап-таза болады. Бұны, короче, мынандаймен жудым. Короче, Dimexit деген дәрі бар. 5 теңге тұрады. Соны 3 флаконын алдым да, мынандайға батырып қойдым. Мынаның ішіне құйдым да, короче, мынаны бүйтіп батырып жібердім до конца. 2 сағаттай тұрды. 2 сағаттан карппен шайып, продувать етіп. Оны бәрі тап-таза нагар болып отырады. Жоқ қылып жібереді деген моментте. В общем, солай. Мынаны да салып қойдым. Короче, мынаның ішіндегі клапан. Бұл жалтырап отыр ғой, жайлап кетіп отыр нагарлар. Мынаның бәрі нагар болды, мына шамалап. Не ана клапан ғой, ашып жауып жаңа нені регулировка жасайды. Тихий оборот. Анау резиновый емес, пластмассовый, мен бұздым бұндайды. Көрейік ішінде не бар екен деп, в общем, ішінде қызық ештеңе жоқ. Сол клапан. В общем, карппен ала алмайды мына нагарды ше. Сондықтан мынандай Dimexitпен езіп қоямын осылай. В общем, осы пока. Осындай нелер жасап алып отырдым ғой. Свитча салам қазір, новый свитча. Мынаның бәрін жуып шайып, в общем, қысқа дайындық жігіттер. Күні ашық жарықта жасап алған дұрыс болады шығар деп отырмын сол өзім.